Қазақстанда транзит нөмірлермен қанша уақыт жүруге болады? Қазіргі таңда елімізге сырттан көптеген көліктер келіп жатыр, яғни Грузиядан, Монголия, Корея, Қытайдан өте көп көліктер келіп жатыр. Сондықтан халықтың арасында транзит нөмірлермен 1 жылға дейін жүруге болады деген өтірік ақпарат тарап жатыр. Сіздер бұған сенбеңіздер. Транзит нөмірі бар көліктерге өзінің жүру ережесі бар. Транзит нөмір берілген күннен бастап, ол сізге 10 күнге дейін ғана жарамды. Яғни тағы 10 күнге соза аласыздар, бірақ белгілі бір жағдайлар болып қалса ғана. Атак транзит нөмір 10 күнге дейін ғана жарамды. Одан кейін тағы екінші миф, ол бізде транзит нөмірмен тек күндіз ғана жүруге болады, яғни түнде жүре алмайсыз қараңғы батқаннан кейін. Бұл да жалған ақпарат. Транзит нөмірі бар көліктерге уақыт бойынша ешқандай шектеу жоқ. Сосын транзит нөмірі бар көліктерге 1 айға немесе 1 жылға страховка істеп алып смело жүре берем деген тоже өтірік ақпарат. Сіздер бұған сенбеңіздер, бұның бәрі өтірік далбаса. Транзит нөмірі бар көлік болса, оны тезірек барынша тездетіп заңдастырып алмасаңыздар, 10 күннен кейін транзит нөмірдің уақыты біткеннен кейін оны штраф қалмауы мүмкін. Сондықтан тезірек әрекет жасап заңдастырып алғаныңыз жөн. Сондықтан осы парақшада бізде бүкіл шын ақпарат, тексерілген ақпарат бар. Бізбен бірге болыңыздар. Бізде тек қана шынайы ақпарат.